Сәлем достар, бүгін сіздерге Ресейдегі Три сестры реабилитациялық клиникасының бір адамға арналған номерін көрсетемін. Өткен видеода айтқанымдай, бұл жерде палата номер деп аталады және әр номердің өз атауы бар. Біздің номеріміз ручей деп аталады. Егер номерде кішкентай бала тұратын болса, есіктің сыртына «Здесь живет маленький пациент» деп наклейка жапсырып қояды. Енді номердің ішін көрсетейін. Кіріп келгенде осындай тақтай тұрады. Тақтайда пациенттің аты жөні, жасы және емдейтін дәрігері, диагнозы туралы ақпараттар болады. Бұл жерде пациент хабарласу үшін қажетті номерлер көрсетілген және әрине тегін Wi-Fi. Ал бұл чек-лист поступления, бұл жерде пациент туралы бүге-шүгесіне дейін толық ақпарат жазылады. Әр бөлмеде теледидар, журнальный столик және орындық бар. Күнделікті үстелге осылай су әкеліп қояды және бала жеуге де осылай тағамдар әкеліп қояды, бірақ мен мұндай тағамдарды жігерге бермеймін, өзім жеймін. Және үстелге осындай Чеховтың кітабын қойып қойыпты. Бұл енді әр бөлмеде бар ма білмеймін. Осы кітапта кездесетін шығармалардың атауы как раз осы Три сестрыдағы номерлардың атауымен сәйкестендірілген. Номерда осындай үлкен шкаф бар, сыртында айнасы, ішінде полкалары және ішінде сейф бар. Осы сейфқа құнды заттарыңызды, ақшаңызды салып қоюға болады, тіпті арнайы маманды шақыртып өзіңізге арнап код жасатуға да болады. Клиника жігердің жасын ескеріп, осындай термоковрик, тамақтанатын орындық әкеліп берді. Жалпы барлық сұраған затыңды әкеліп беруге тырысады. Әрі қарай кеттік. Осындай жазылатын кресло раскладушка, полка және керует тұр. Егерде сізге туысыңыз, танысыңыз келетін болса, осы раскладушкаға жата алады, яғни қосымша ақы төлеп қасыңызда тұра алады. Номерға кіргенде біз осындай открытка көрдік. Бұл балаға арналған открытка. Енді мәтінін оқысаңыз, қандай керемет, менің кәдімгідей осыны оқып, жүрегімде жылулық пайда болды. Клиникаға кірген бойда бірінші қабатта барлық балаға аты жөні жазылған браслет беріледі, бірақ оны жігер таққан жоқ. Ал мынау кнопка вызовы, кнопкасын басқан кезде медициналық постта музыка ойнайды, соны естіп қызметкерлер бірден көмекке келеді. Мынау телефон, осы телефон арқылы мана көрсеткен номерлерге хабарласып, қажетіңізді сұрауға не алуға болады. Маған керует өте ұнады. Айтпақшы, мына керуетте тұрған жұмсақ ойыншықты да клиникаға кіріп келген бойда бірден жігерге сыйлады. Керуетті пульт арқылы көтеруге, түсіруге, немесе тек бас жағын, не аяқ жағын көтеріп қоюға болады. Керует өте ыңғайлы, балам екеуміз спокойно сыйып жаттық. Керуеттің бас жағында шам тұр және мүмкіндігі шектеулі жандарға керуеттен көтерілуге осындай ұстайтын зат тұр. Номердің іші жарық, жалпы қабырғаның түстері, жиһаздар барлығы бір-бірімен үйлесім тапқан сияқты. Номерде кондиционер бар. Кіріп келген кезде номер өте салқын болып тұрды, содан кейін біз кондиционерді жиі пайдаланбадық. Жуынатын бөлмеге шолу жасайық. Бұл жерде раковина, туалет және душ бар. Қарапайым ғана раковина, мен келген кезде таза сүлгілері дайын тұрды. Содан кейін балама қолын жууға ыңғайлы болсын деп осындай орындық әкеліп берді. Бұл туалет плюс биде, жуынуға арналған түрлі кнопкалары бар. Бұл душ, балаға жуынуға ыңғайлы болсын деп кішкентай ванночка, ковш барлығын дайындап қойыпты. Өзіңізбен бірге шампунь, гельді душы деген сияқты заттарды әкелудің қажеті жоқ екен, номерда барлығы дайын тұрады екен. Сонымен қатар балаға және үлкен адамға арналған халат та дайын тұр. Ал мына сөмкеге өзіңіздің жуатын киімдеріңізді салып отырасыз. Мен бірден жолдан келген киімдерімізді салып қойдым. Аптасына 2 рет өздері сөмкеңізді алып кетіп, киімдеріңізді жуып, үтіктеп, номерге әкеліп береді. Киімдеріңіз лас болып қалса, немесе киімдеріңіз аз болса, аптасына 2 рет күтпей кез келген уақытта жууға беріп жіберуге болады. Номерға қатысы тағы бір айтылатын ақпарат, аптасына 1 рет өздері келіп, төсектің қабын, ваннадағы сүлгілерді, орамал, халат барлығын жаңартып қояды. Бөлмеге қатысты ақпараттың барлығын бердім деп ойлаймын. Келесі видеода жігердің сабақтары туралы айтамыз. Сабақтар қалай өтеді, қандай мамандар жұмыс жасады, соның барлығын келесі видеодан көре аласыздар. Әзірге лайк басып, комментарий жазып, менің каналымды қолдап қойыңыздар.